Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Жамбыл облысының діни ахуалы қалай екен? Жақсы. Жақсы. Көп азаматтар жұмыс істеп жатыр бұл бағытта. Тірліктер өте елеулі. Сол жақсылығына біз де жақсылық қосып қайттық. Тиктокта карта балашушылар көбейіп кетті. Сыңырып аштырса қарғыс бар кетіру керек депті. Несиеге болады? Бұған өзіңіз намаз оқып дұға қылып, қажет болса дем салтырсаңыз жеткілікті. Есірткі тәуелді ол зиян түрі, соны қалай арашылау болса психологиялық тұрғыда мәміле жасау керек. Меккеде қаза тапқандар туралы қандай пікір айта аласыз? Ең бірінші, Құдай жарылқасын, иманды болсын. Екіншіден, ол жәннетке кетті деген сөз емес, амалына қаралады. Қандай амалда еді, соға дейін қандай амалда болды, сол жан берер кезде қандай ниетті амалда болды, соның бәрі қаралады. Меккеге барып өлу, енді абырой деп айтпай-ақ қояйын, Алланың рахымдағы дүние. Бірақ кімнің қай уақытта, қай ахуалда жан тәсілім ететін бір Аллаға ғана аян. Қызымның шашын түнде алуға бола ма? Болады. Европада қай мазхаб ұстанады? Барлығы бар. Европада ханафиде бар, сәләфиде бар. Әркім өз мазхабын ұстана береді. Ол Европада болады, басқа Америкада сол. Сізге тұсау кестірсек бола ма? Болады. Ажырасқан қызға үйленген сауап болады ма дейді. Мәселе сауабында емес. Сен ол қызбен үйленуде емес. Үйленіп алып ертең ажырасып кетсең не пайда? Сол сауап па, күнә бола ма? Сауап қашан болады? Сол қызды алақанға салсаң, сол әйелді өмірлік жары болсаң, ол сенің қасыңда жыламаса, бұрынғы күйеуге шыққан бетіне баспасаң, бұрынғы жүрген бір пәлелерін тауып алып жәнін жемесең, содан тараған ұрпақты дұрыс тәрбиелесең, жақсы ер болсаң, жаман. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Намазда сәждеге барғанда дополнительный дұға тілек сұрауға болмайды деп естідім. Дұрысы сол ма? Нәпіл намазда айтса болады дейді. Оның өзі араби сипатта айтасыз, ал енді қазақша тілектерді намаздан кейін айтқан ең жақсысы сол болады. Сапар намазда дәрет алу, жұмыста жүргенде дәрет алына береді. Дәрет алуға мүмкіншілік болмаса, су жоқ, бөлде мүмкіншілік жоқ болса, онда таяммум деп айтылады. Дембі соғасыз, мүмкіншілік болмаса. Күндікке қандай дұға оқыса болады? Ла илаха иллалла Мұхаммаду Расулулла деп Қожа Ахмет Яссауи атаң айтқан зікірлердің абзалы деп. Сондықтан соны айта беріңіз. Қызым 12 жаста құпта намазын оқып жүр, дұрыс қояға. Қасыңызда тұра берсін, жақсы. Көрсетіп, басқа біреу көрсетіп ертең басқа бір жаққа тартқанша өзіңіз үйретіңіз. Мысалы, ерлі зайыптылар бір жыл екі жақта тұрса неке бұзыла ма? Бұзылмайды. Сізбен жеке жүздесуге бола ма? Болады. Ханафи мазхабында макрух уақыт деген бар ма? Намаз оқылмайтын бар. Ол таң намаздан кейін, таң намаз кіреді ғой, таң намаз кіргеннен таң намаз оқылғанша. Таң намаз оқылып болғаннан кейін күн шығып біткеннен кейін, күн шыққаннан кейін күн көтерілгенше. Екінті менен ақшам намаздың уақытысында намазға қамат түсіріліп жатқанда сіз қосымша намаз оқып жатқанын оқуға ниет қылып оқи бастағаныңыз макрух болады. Өйткені жамағат намаз сіздің намазыңыздан жоғары тұрады. Соны макрух уақыт деп айтады. Бірінші әйелдің рұқсаты керек пе? Неке қидыру үшін әйелі бар кісіге. Екінші әйелге ма? Рұқсаты керек. Намазды қараңғыда оқыған дұрыс па? Себебі бола тұра қараңғыда оқу макрух деп жазылған. Макрух болады, яғни қараңғыда оқу жақсы емес. Бұл белгілі бір діннің тайпалары бар, басқа бір мұсылманнан басқа діндер, солар солай оқиды екен, сондықтан соларға еліктеу болады, сол үшін ол дұрыс емес. Егер мүмкіншілік болса, мүмкіншілік болмаса, яки болмаса, сен свет жақсаң, свет жаққаннан үйдегі балалар оянып, бір бөлмелі пәтер болса, түннің уағында бір намаз оқиын деп отырған, светтің бәрін жағып, сақырлатып, бәрін қорқытып, оятып, көзін бейткізіп, намаз оқығаныңды міндет қылудың қажеті жоқ. Сол уақыттарда қараңғыда оқыса болады. Тура сол сияқты қараңғыда оқудың бір сипаты ол көзін жұму.
себепсізден себепсіз көзін жұму бұл басқа бір қағымға еліктеу болып табылады. Сондықтан макрух деп айтылады. Десе де намаз қабыл болады. Түнде де оқысаң да, көзін жұмып оқысаң да намаз қабыл болады. Бірақ сәл әдепсіздіктеу болады. Ал егер елдің көзіңе бір нәрсе елеп, жазулар елестеп, краскалар елестеп, көзіңе бір нәрсе көрініп жатса, онда болады. Күнде таң намаздан соң арада уақыт жібермей шүкір намазын оқуға бола ма? Таң намаздан кейін нәпіл намазды оқуға болмайды. Күн шыққаннан кейін ғана болады. Әңгімені айтпаймын деп айтып қоя беремін. Қалай қоямын? Зікірлерді көбейтесіз. Ла илаха иллалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйреткен дұғаларды, радиту биллахи раббан осы сияқты дұғаларды көбірек айтсаңыз, астағфирулланы көбірек айтсаңыз, басқа сөз айтуға мүмкіншілік болмай қалады. Көзімді жұмбасам, назарым басқа нәрседе тұрады, онда жұмсаңыз болады. Бірақ сол бір жаман жері дағдыға айналып кетеді. Соның барлық жерде көз жұмып оқитын болады. Сол үшін бұны өзіңізді жеңуге тырысыңыз. 37-ге толдым, мүшел жастан шықтым ба, соны дұрыстап айтып берсеңіз, толсаңыз шықтыңыз. Ассалаумағалейкум, ұл перзент туылса екен, қандай садақа беру керек? Алладан қайырлысын сұраңыз. Ұл туылса да, қыз туылса да аман есен туылсын. Құдайдан ұл сұрап, ертең ауру бала туылса қайтесіз? Ұл туылса деп сонда басқа қыздардың абыройы төмен болғаны ма? Жақсылығыңызды ұлдан көресіз бе, қыздан көресіз бе? Алла тағала Құран кәрімде мен қалағандарыма ұл берем, қалағандарыма қыз берем, қалағандарыма екеуін де ештеңке бермеймін деді. Жаным, бір сәбидің иісіне зар болып жүрген қанша мұсылман бар. Сондықтан ей Алла, маған қайсысы қайырлы болса, дүниеме, ақыретіме соны бер дегеніңіз жақсы. Сапарда таң намазы қалай оқылады? Сапарда таң намазы полный комплектісімен оқылады. Ассалаумағалейкум, танысатын қыздар, айналдым, бұл танысатын жер емес, Әлібек. Одан кейін жақсы ниет деген не сөз? Үйленетін ниетің болса, анау үйлендіріп жүргендер көп қой, соларға қайыр. Жақсы ниет деген, жақсы ниетпен былай сөйлесіп тұрайық деген болмайды, арам болады. Аятыл курсын 70 рет оқыған дұрыс па, или 69 рет па? Оқи бер. Қанша көп оқысаң, сонша көп жақсы. Санама. План емес. Алла тағала план қойған жоқ. 7779 рет, 69 рет, 75 рет деген план жоқ. Қаншаға шамаң жетеді, оқып қисайып ұйықтап қалсаң да бола береді. Бұл санап Аллаға өткізу емес. Біз қазір сондайлардың, біздің кейбір коучтар, кейбір нәрсе сондай үйретіп жүр. Мынанша рет оқысаң, мынандай болады, мынанша рет оқысаң, мынандай болады. Бұл дұрыс емес. Санамаңыздар. Алла тағала бізге санаған жоқ қой, көз бердім, аяқ бердім, осынша рет таң атқыздым деп. Жаным, санама істеген жақсылығыңды. Аллаға істеген құлшылығыңды санама. 3 ай болды, таң намазын оқимын, 4 уақыт намазы қаза болып жатыр ма дейді. Әлбетте. Астанаға келдіңіз бе дейді. Астанадан Алла разы болсын. Алла разы болсын сізге, барлық айтқаныңызды тыңдаймын дейді. Алла разы болсын. Құр тыңдамай, соны тыңдағаныңызды шамаңыз келгенше өміріңізге асырыңыз. Мысалы, әр сұхбатымнан бір нәрсені үйрендіңіз. Соны өміріңізге кіргізіңіз, тәжірибеге, соны тәжірибеңізге, практикаға кіргізсеңіз өте жақсы болады. Сөйтіп көп нәрсе үйренесіз. Ал енді құр тыңдап, күшті, қызық болды бүгін, қызық болды, прикол болды деген болмайды ол. Сіз сол керек нәрсеңізді алыңыз да, соны өміріңізге кіргізіңіз. Вахаб екенін қалай білеміз? Ең бірінші, намаз оқымағандар кәпір деп есептейді. Екіншісі, Алла тағала мекен орын береді, аспанда яки болмаса бір жерде деп айтады, бір жерге байлайды. Үшіншісі, дүниеде өткендерге Құран оқымайды, қол жаймайды. Бұл бер жақтағы белгілері. Духа намазын уақытын айтып жіберсеңіз, түске дейін, бесін намазына дейін оқи берсеңіз болады. Күн шыққаннан көтерілгеннен кейін. Ұлымның тұсауын кестейін деуім жақсы. Сәлеметсіз бе, күнде мешіттесіз бе, ұлымның тұсауын кестейін деуім, иншалла жақсы. Мен 11-ші сынып оқушысымын дейді. 29 күн ұбылты тапсырамын. Мен үшін дұға етіп жіберіңізші. Қарындасым, барша қазақстандықтағы, еліміздегі барлық жандарға дұға қылдық. Оқу бітірген Аллаға шүкір, бүгін біреуі не алды, 140 балл алды, рекорд қойып жатырғандар бар. Соқтан алтыным. Одан кейін бір нәрсені түсініңіз. Барлықтарыңыз біліңіздер, ұбт тапсыратындар. Сіздер өтпей қалсаңыз да жақсы көреміз. 54 балл алсаң да жақсы көреміз. Енді жоғары балл алуға тілектеспін, бірақ өмір тағдырын сіздің балыңыз шешпейді. Сіздің өміріңізді
ол тағдыр шешпейді. Жаңа балдан 140 180 алғаның, 140 па қанша жоғарғысы, ол онсыз шешілмейді жаным. Сондықтан сенің денің сау болсын. Сен қазаққа керексің, ұлтымызға керексің, елімізге керексің. Ол балық жер болмаса басқа жер болады, басқа жер болмаса тағы басқа болады. Көп жақсылықтар бар алдарыңызда жаным. Алладан ешқашан үміт үзбеңіздер. Шайтанның шайтан болуының да себептерінің біреуі сол жаңағы үміт үзілгендік. Үміттің үзілмесін жаным. Сен бізге керексің. Қандай бала алсаң да ұлтқа керексің, елге керексің. Бәрі жетеді. Мына жағына жетсең басқасына түсесің жаным. Күйеудің құрамында ұйықтап қалсаң ғұсыл алу керек па? Құрамында деген сөз жоқ, ғұсыл алу керек жоқ. Күнде тахаджуд оқимын, бірақ білмеймін. Бір белгі ештеме сезілмей жатыр. Не сезу керек? Бір жерін жыбырлау керек па, бір жерін қышу керек па? Не болу керек? Белгі керек жоқ. Біз намазды белгі үшін оқымаймыз жаным. Біз ғибадатты мейлі истихараны болсын Алла ризалық үшін оқисыз. Жалпы дәрет алғанда, намаз оқығанда, бір қайыр садақа бергенде, бір жақсылық ниетпен, любой бір жақсылық нәрсе істейсіздер ғой. Соны Құдай сенің ризалығың үшін жасап жатырмын дейсіз. Болды. Ответ бере ма, ответке келе ма, келмей ма, форчик ашыла ма, жабыла ма, есік ашып тықы дей ма біреу, демей ма, күн күркірей ма, жел бола ма, сені вообще қызықтырмайды. Өйткені сен Алла үшін жасаған адамсың. Болды. Анау бір адам мешіттен шыққан ғой. Мешіттен шықса бір періште келіпті. Періште екен, амандасып та, сен кімсің депті. Мен періштемін депті. Сен кімсің? Мен бәленбай намаздан шықтым. Сен періште айтады дейді. Мен жоғары жақтан келдім депті. Періштеден. Сенің намазың қабыл емес депті жаңа намаз оқыған адамға. Жаңа сен кім деп айттың депті. Періштемін депті. Қабылдайтын сен емессің, қабылдайтын Құдай. Басымды қатырма бар шығар депті. Менің жұмысым оқу, қабылдау Құдайдың жұмысы депті. Сондықтан сен оқи бер. Ответке келе ме, келмесе де. Солай. Қанша рет түзу жолмен жүрем, не бал аштырып қоя берем дейді. Астағфирулла. Иман мәселесі әлсізде болып отыр, соны күшейту керек. Осы көп тыңдаңыз, дәріс алыңыз, сабақ оқыңыз. Сонда иншалла жүрегіңізге сәл қорқыныш кіреді. Сіңілім тура жолдан кетуде. Ата-анам жылап отыр. Мен не істей аламын? Уайымдап дұға қыла аласың. Мұниражан дұға қыла аласың. Содан кейін сіңіліңді тура жолдан кетсе, сен тура жолдан кет қама. Мәселе сода да. Содан кейін тура жол деген не нәрсе? Отбасылы еркек басқа елге телефон соқса, изменаға жата ма? Телефон соғу деген мәселенің түбінде не бар? Әлбетте жақсы емес, біреудің әйеліне, біреудің отбасына телефон соғу жақсы емес. Ал енді телефон соққанда қандай мақсатты? Мысалы, су ағып жатқан шығар үстінен, мысалы бір нәрсе болып жатқан шығар, мен ондай ниет. Егер танысу мақсатында ыртың жыртың болатын болса, әлбетте ол күнә болады, арам болады. Сиқыр туралы не айтады? Сиқыр туралы осы аккаунтта 2-3 сағаттық видео бар, көріп шығыңыз. Берекет дұғасы үйде ілініп тұру керек па дейді. Берекет дұғасы берекелді болу үшін не то что үйіңде қақпасына бүйтіп іліп алсаң да, мойныңа іліп алсаң да пайда бермейді. Оны кейбіреулер мына берекет дұғасы деп жазып, мынандай тұмар жасап, мойныңа іліп қойдың ғой. Бірақ берекеге алып келетін мынау емес. Берекеге алып келетін адамның тірлігі, адамның амалы, ісі алып келеді жан. Мойнымызға салақтатып білгеннен жақсылық келмейді. Соған бет бұру керек, тазалық керек, үйдің тазалығы керек, үйдің берекесі керек, ағайындық керек, бауырмашылық керек, дұға керек, тілек керек, намаз керек, бәрі комплект жиналу керек та. Сонда инені саусақтың өзі жиналмайынша ине ілікпейді. Бір инемен бүйтіп қалмайсың еш нәрсені. Құдысы сияқты жан. Просто берекенің дұғасын үйге іліп қойғаннан, арабша жазылған жақсы рамочкада дұғалар бар ғой, біреу пайда бермейді. Ол әшейін өтірік нәрсе, ол бизнес дейді, оны маркетинг дейді. Сату үшін мынандай тәсбірлер, мынандай жаңағы жақында көрдім бір современный не бар екен, тұмар. Құдай сақтасын, ішінде бидай, арпа, в общем 7 дақыл, одан кейін барып, в общем не бар, жер бетінде бәрі бар. Мынау болмаса мынау, мынау болмаса мынаудан ұра береді деген ғой енді. Пайда не мынадан кетеді, не мынадан кетеді. Қасқырдың тісі, үкінің қауырысына, чеснок, перец, капуста жоқ енді, капуста мен қарбыз көрген жоқ, қалған бәрі өзім мынандай мощный қылып дайындапты. Ішінде макси чай бәрі бар. Чайдан, наннан кусок салып қойған, тағы да неден, дәнді дақылдарды салған. В общем, полный комплект. Жұмысыңды жүргізгің келсе, анадан кейін жүрмесе, енді білмеймін, ананы қарап тұрып өзің есің оғылады. Анда-санда анау бәрін қазанға салып жіберсең, наурызға жеп шығар. Сондықтан бұл жақсы нәрсе емес, ондай нәрсе керек жоқ. Соған амал қылсаң, сол дұрыс болады.
түсімде балық аулап жатыр екен, қармақты тастағанда бірден балық түседі, оянған жақсы көңілмен айнып жүріп бересіз. Балық нәсіп болады. Бәс жай нәсіп емес, дұға қылып жатқан бір нәрсені сұрап жатсың, сол сұраған нәрсең орындалады. Бұл соған жаралады. Түсімде шикет көремін. Денсаулығыңызды қараңыз, жақсы амалда болыңыз. Саламатсыз ба? Аман есен баланы босану үшін қандай дұға оқуға болады? Тек Фатиха оқысам бола ма? Фатиха менен Фалақ деген сүрені жаттап алыңыз да соны оқи беріңіз. Құптан намазы қалып кетсе қай кезде өтеуге керек? Түнде өтей алмаймыз. Таң атқанша өтесең болады. Түнде өтей алмасаң таңға дейін өтесің. Құптан намазы қалып кетсе, оны айттық. Хиджабты бір киіп, бір шешіп жүрген қыздар туралы ойыңыз дейді. Ол туралы айтқанбыз. Бұл иманның әлсіздігінен ішкі дүние дайын болмай тұрып, сыртқы дүниені ораған кезде сондай результат шығады. Сондай қорытынды бар. Адам ішкі дүниесі дайындалу керек. Өзі хиджаб деген сөздің өзі түпкі мағынасы ішкі дүниені арды, намысты жабу деген сөз бірінші. Бірінші адамның ішкі